Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен қазір бизнес арнасы, бұл интернеттен ақша табуға арналған канал. Достар, егер менің баяғы видеоларымды көрмесеңіздер, онда көріп кетіңіздер. Ал біз осы видеомызды бастайық. Достар, сіздерге бүгін мен әлемдегі ең кәсіби топтау кен инвестициясы және байлықты басқару компаниясын көрсететін боламын. Бұл тіркелгеннен кейін сізге $1000 беріледі, яғни сіз олардан монеталарды аласыз. $1000 ол алу жолы, ол біріншісі 15-тен астам пайдаланушыны шақыру болып табылады, яғни 15 реферал таба аласыздар. Сонымен қатар сіз кем деген $300 салу арқылы VIP немесе VIP2 бола аласыздар, яғни өзіміздің жақсы ақшамызды салу үшін. Сонымен қатар сіздерге бұл жерде қалай ақша салу керектігін, сонымен қатар ақша шығару керектігін видео барысында түсіндіретін боламын. Платформада осыншама ақша селініпті. Қарайтын болсақ, членствода 6,223,000 қарайтын болсаңыздар, депозит, снятие, делиться, команда, выход деген батырмаларды көре аласыздар. Бұл жерде депозит деген батырма арқылы ақша саламыз, снятие деген батырма арқылы ақшаны шығарамыз. Делиться деген ол, яғни өзіңіздің реферальный ссылкаларыңызды досыңызға тарату арқылы команда жинайсыздар. Яғни 15 адам шақыру арқылы VIP1 атана алады екенсіздер. VIP1 дегеніміз ол жақсы ақша табуға болатын, яғни өзіңіздің осы сайтта бірден-бір жетістігіңіз болып табылады. Достар, ең алдымен сайтқа тіркелу үшін авторизоваться деген батырманы басамыз. Өзіміздің нөмірімізді жазамыз, сонымен қатар пароль создавать етеміз, қайталаймыз, және де бір-біріне ұқсамайтын тағы да басқа пароль создавать етеміз. Одан кейін оны жазамыз. Сонымен қатар мына жерде сіздерге инвайт код менің ссылкамнан беріледі. Сол жерден сіздер жаза аласыздар. Сонымен қатар проверочный кодты осы жерден тұрған капчадан жазасыздар. Регистрациядан сөйтіп өтесіздер. Ал депозит деген батырманы басып көрейік. Міне бұл жерде существует два типа инвестиций деп тұр. Пополняйте основной счет по часовой поясу. После 24 часа каждый день получаете бонусы. Ал екінші жолы, по пополнению акционного счета вы можете получать доход в разных циклах и возвращать основную сумму и доход по истечению срока его действия деп тұр. Яғни бұл екінші жол болып табылады. Сонымен қатар домады батырма арқылы біз қазір екіншісін көреміз. Снятие деген бағдарламаны. Бұл жерде базовый аккаунт арқылы, яғни USDT-ге кошелекке шығара алады екенбіз. Трейдинг деген выкладканы көрейік. Бұл жерде 5%-тен 5,5%-ке дейін, яғни біз таба алады екенбіз. Қарайтын болсақ, бұл жерде TRX және де USDT, яғни крипто кошелектері арқылы ақша табады екенбіз. Сонымен қатар бұл жерде TRX пен USDT ғана салынады. Смотрит все деген бағдарламаны таңдаймыз. Количество дохода от транзакций де количество дохода от транзакций деп тұр. Получить деген батырманы басатын болсақ, успешно получен деп шығады. Бұл жерде выкладывать деген батырманы тағы басып көрейік, яғни өзінің основной продукттарын көрейік. Цикл первый. День, процентная ставка 5%, валюта USDT, лимит покупки деп тұр. Бұл жерде жаңағыдегідей ұзақ перспективалық, яғни инвестициялық платформалар жүйесі құрылған. Сонымен қатар жаңағыдегідей базовый аккаунттан сіздер күн сайын шығарып отыра аласыздар. Перезарядка деген батырма ол, яғни инвестиция салу деген не болады. Бұл жерде осы аккаунтқа сіздер ақша салу арқылы, яғни ақша таба аласыздар. Для перезарядки требуется около 5 и 10 минут. Яғни бұл жерде 5-10 минуттың ішінде салынады екен. Мой деген кабинет арқылы біз бұл жерде TRX-тің жаңағыдай қанша екенін көре аламыз. Бұл жерде менде 10.500 TRX, сонымен қатар $1055 бар екен. Бұл жерде $1055 сіздер сразу шығара алмайсыздар. Себебі бұл бонусный счет, бұл жерде біз ақша салу арқылы депозиттен, яғни осы сумманың жай-жай бөлігін шығару арқылы ақша табатын боламыз. Қазір бұл жерде мен депозит салып көретін боламын. Әдеттегі 20 TRX-імді саламын, себебі бұл жерде яғни финансовый грамотностьті сақтауымыз қажет. Валюта деген жерде бұлай өзгерте аламыз. TRX деген батырманы басамыз, подтверждать деген батырманы басамыз. Енді скопировать адрес деген басу арқылы мен қазір TRX кошелегімнен салатын боламын. Ставить деген батырманы қоямыз. Количество TRX жаңағыдегідей 20-дан сала беруімізге болады.
Продолжить деген батырманы басамын. Перевод жасап жатыр. Подтвердить деген батырманы басамыз. Осылайша сіздер ақшаларыңызды депозит сала алады екенсіздер. Міне достар, мен сумма выклада 20 трекс салдым. Жаңағыдай видеоға түспей қалыпты. Снятие деген батырманы басамыз. Енді базовый аккаунтқа қарайтын болсаңыздар 24 сағаттың ішіне түседі. Бұл жерде мен 20 трекс алғанда күндік лимит 1 трекс болды. Яғни бұл жерде базовый аккаунттан сіздер қайсымен толтырдыңыздар, соны басатын боласыздар. Трекс деп подтверждать деген батырманы басасыздар. Минимальная сумма бұл жерде 0,1, сонымен қатар 100 000 трекске дейін барады екен. Бұл жерде сумма жағын деген бірді жаздым. Сонымен қатар аккаунттарыңызды, яғни трекс аккаунттарыңызды тіркейсіздер, оны Trust Wallet'тен немесе Binance'тан ала аласыздар. Одан кейін пожалуйста, введите пароль фонда деп тұрады. Бұл қандай пароль? Жаңағыдай регистрациядағы екінші жазған парольдарыңыз, яғни екеуі бір-біріне ұқсамайды. Соны шатастырып алмаңыздар. Одан кейін представить деген батырманы басасыздар. Ал ақша міне келіп түсті. Получен 1 трекс. 6-дан 44 кеткенде. Қарайтын болсақ, 6-дан 48 кетті қазір. Достар, сіздермен болған мен қазір бизнес арнасы, бұл интернеттен ақша табуға арналған канал.